Hi guys, сәлем достар. Келесі сабақты жібере алмас үшін фокус подписаться жасаңыздар, подписаться басыңыздар, және де лайк басыңыздар. Пікірлеріңіз болса, жазсаңыздар болады. Өздеріңіздің ойларыңызды жүрген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен өзім жауап беруге тырысатын боламын. Олай болса кеттік, біз қай жерде тоқтады, сол жерден жалғастыралық. Біз мына жерде кеше тест берген болатынбыз сіздерге суретке түсіріп, соны не істейміз? Бүгінгі жауаптарын қарап талқылайтын боламыз. Hello, my name is болады. Мына жерге my name is. Келесі I'm fine, thanks дейді. I'm fine, thanks дегенде жақсы, рахмет десе, біз қалайсыз деп сұрақ қоямыз. How are you? What a lovely day дейді. Қандай керемет күн деген кезде не дейміз? Good morning дейміз. Қайырлы таң, қандай күшті күн деп айтамыз. What's this in English? Аудармасы не еді? Бұл ағылшынша не? It's a деп тұр мына жерде. Сондықтан не ол? Бір ғана штук деп қараймыз. Мына жерде phones көпше, cameras көпше, house тек қана жекеше болған үшін it's a house деп белгілейміз. What's this in picture? In this picture, for дейді. For дегенде көпше, bus біреу ғана, photograph біреу ғана, cars көпше болғандықтан cars'ды белгілейміз. Sleep well дейді. Good дейді, sleep well. Ағылшында тілінде көбінше біз мысалға тест келсе, қасындағы сөздерге қарау арқылы не істейміз? Жауаптарын табатын боламыз. Көбінше кілт сөздер не болып тұрады? Бізге жауаптарын беріп тұрады. Мысалға sleep well дейтін жерде біз өттіге sleep well жақсы ұйықта дейді, значит, ол жерде қайырлы түн болады. Қайырлы, good, түн не? Night. Келесі have a day дейді. Have a қандай day? Nice day. Өткенімізде қандай күшті күн, жақсы күн болсын. For артқа қарай санауға дегені 2, 1 деп тұр жерде, значит 3 емес, 3 емес, не екен? 3. Келесі бізде 6, 7 өсіп бара жатыр екен, 6, 7 не болады? 8 and 9 болады. A cup of tea, беріңізші өтініш деген кезде не дейміз? Please деп айтамыз. Сонда бізде 10-нан 10 балл болады. Келесі жаттығу бізде grammar review, яғни грамматиканы қайталау. Осы юнитта, юнит 1-ді бітіп жатырмыз. Сол жерге бүкіл грамматиканы қайталау. Сабағы choose the correct words to complete the sentences. Choose дегенде таңдау, дұрыс сөзді толтыру үшін, сөйлемді толтыру үшін дұрыс сөзді таңдайық. Hello, I am Monica. What name не қолданамыз? Сіздің атыңыз дегенде your name. What's your name? How you не қолданамыз? Are you? How are you today? Today бүгін қалайсыз? How are you today? I'm fine, thanks. Деп жауап берсек болады. Hello, name's Dinus or Dinus. Менің атым деуіміз керек біз мына жерде. Значит, не болады? My name's. Келесі Kevin. This music. Мынау болады. Music деген кезде болу не болады? This is. Егер көпше болған кезде а қоятын едіге, бізде жекеше бірақ адамды айтып тұр. Сондықтан this is. What's name? What's сіздің деген сөз. Значит, дің жұрнағы керек. Значит, не болады? Your. What's your name? Сіздің атыңыз кім? You болса сіз болып қалады. Тек қана бізге не керек? Сіздің атыңыз кім? In English, бұны бағанан бері айтып отырмыз, алдыңғы сабақтан бері айтып отырмыз. Не болады бұл жерде? What's this in English? What's this in English? It's a watch. Watch именно қолға тағатын сағат. Clock. Стені сағаттарды айтамыз, стенаға қоятын сағаттарды. Computer. Бұл компьютер, ол компьютер деген кезде, бұл болады, болу етісті керек. Бізге не болады? It's a computer. Это является компьютером. То есть, мынау компьютер болады. It a computer деп айта алмаймыз. It, ол болады. Is computer. To, көпше ғой. Сондықтан не болады? Sandwiches. Біз айтып кеттік не болады? С мен, Ч мен аяқталса, зат есіміміз, оған не жалғаймыз? ES жалғаймыз. One computer, бір компьютер, 3 компьютерлер болғанда не болады? 3 computers дегенді белгілеймізде. Check answer жасаймыз, и 10-нан 10 балл болып шығады. Бізде уақыт бар ма екен? Бізде шамалы уақыт қалыпты. Бүгінге осы біз тест талқыладық. Ендігі сабақта біз unit 2-ді өтетін боламыз. Your world. Сіздің әлеміңіз, ваш мир
деген тақырып болады. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, пікір бөліміне сұрағыңыз жазыңыздар. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Кездескенше. See you later. Goodbye.